Аса құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді әр жылғы қазан айының алғашқы жексенбісінде келетін, апта бойы аталып өтетін кәсіби мерекеміз мұғалімдер күнімен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, отбасы амандығын тілеймін. Қызметіңіздің жемісін, еңбегіңіздің табысын көре беріңіздер. Шәкірттеріңіз үміттеріңізді ақтап, білім ұйымдарыңыз көркейіп, дами бергей. Былтырғы жылдың соңында педагог мәртебесі туралы заң қабылданып, ондағы басым бағыттардың бірі ретінде педагогтарды өздерінің кәсіби қызметінен бөлек жұмыстарға жұмсауға жол бермеу туралы тапсырма берілді. Бұрын сіздер сайлауларға, түрлі саяси науқандарға ұйымдастырушы ретінде қатыссаңыздар, бұдан бұлай сайлаушы ретінде қатыса аласыздар. Сондықтан Нұр Отан партиясының партия ішілік праймеризіне немесе алдағы парламент мәжілісі мен мәслихаттарының сайлауына белсенді қатысып, өздеріңіздің әріптестеріңізге қолдау білдіруге шақырамын. Мұнайшы мұнайшыны, дәрігер дәрігерді, кәсіпкер кәсіпкерді, саясаткер саясаткерді қолдау мүмкін. Ал біздердің үміт артарымыз өздеріміздің әріптестеріміз. Мен пандемия жағдайында сіздердің уақыттарыңызды сыйлап, басқа кандидаттар мен үміткерлер сияқты жинап алып үгіт насихат жүргізуді жөн көрмедім. Онсыз да білім беру ұйымдары, мектептер, оқушылар, мұғалімдер мен ата-аналар төрттігінің жағдайын жақсы білемін. Сондықтан оның жағдайын ары қарай да жақсарту жолында үлкен мінберлерде, мәслихат пен парламентте көтеру үшін өздеріңіздің әріптестеріңізге қолдау көрсетіңіздер, праймеризге белсенді қатысып, дауыс беріңіздер. Әсіресе бұл үндеуімді Мұнайлы ауданының ұлағат бастауыш партия ұйымының мүшелеріне арнаймын. Мереке құтты болсын.